көп адам сұрақ қояды, бұл бизнестарға қандай боттар жасап береміз, қандай боттар сұранысқа ие деп. Мен сол идеяларды сізге осы видеоларда айтып жатырмын. Бүгін төртінші идеяны айтам. Лидтермен жұмыс жасайтын бот. Ол өте керек бизнестарға. Біріншіден, лид деген не нәрсе? Лид деген ағылшынша lead деген сөз бар. Сол сөзден алынғанда, лид деген любой потенциальный клиент. Әлі бизнестан бір өнім сатып алмаған, тауар сатып алмаған, сондай бір потенциальный клиент қызығып жүрген, просто олар жазады, соны лид дейді, әлі сатып алмаған. Сатып алған кезде ол лид клиентке айналады. Вот. Енді бизнестарға любой компания болсын, шаштараз болсын, клиника болсын, әртүрлі блогерлар болсын, оларға лидтер жазады. Инстаграмға жазады, ватсапқа жазады, әртүрлі каналдармен сұрақтарын сұрайды. Олар потенциально бизнестан өнімді сатып алатын адамдар. Оларды жіберіп алмау керек. Ол бизнестің мақсаты сол. Бірақ оларға мыңдаған адамдар жазып отырады да, рекламадан келеді, басқа жерден келеді. Әрқайсымен отырып сөйлесу өте көп уақыт алады. Мен өзім білемін да, оны өзім осы блог саласына жұмыс істеп жүрмін. Қанша адам жазады, олар әрқайсымен отырып сәлем, саған не керек, анау мынау деп сұрап сөйлесіп отырып өте көп уақыт алады. Осыны жасанды интеллект жасай алады да. Мен өзім сондай боттарды қолданамын. В общем, сондай боттарды бизнесқа жасап берсеңіз, ол риза болады. Өйткені сен көп клиент алып келуге көмектесесің оларға. Осы боттар сондай лидтерге еске салып отырады. Мысалы, кеше жазған лидтерге бүгін уведомление автомат түрде солмен сөйлесіп, сәлем, қалайсың, кеше осыны сұраған едің ғой, шешім таптың ба деп адам сияқты онымен сөйлесіп отырады. Осыны жасанды интеллект жасай алады. Себебі жасанды интеллект андай тупой бот емес, ол деген кәдімгі адам сияқты ойланатын, адам сияқты сөйлейтін современный бот та ол. Ол клиентпен сөйлеседі, оның бюджетін анықтайды. Сосын сол ақпараттарды CRM жүйеге бизнестің соған салып отырады. Bittrex болсын, Amo CRM болсын, басқа болсын, просто Google Sheets'қа да салады, Excel'ге салады деген сияқты. Осы нәтижесінде ыстық лидтер, да, то есть сондай горячий лид дейді, потенциально уже алатын, оны приоритет қояды оларға. CRM жүйе база клиентов жаңарып отырады. Және общий сату процесі жылдамдайды. Осындай ботты жасап берсеңіз, кез келген бизнес өзінің бизнесін бағалайтын, ол риза болады, және сізге осындай бот жасап берген үшін аямай ақшасын беретін болады. Бұл саладан білмесеңіз, қызықсаңыз, менің басқа видеоларымды қараңыз, осы инстаграмда толып тұр осы темада видеолар. Сосын закрепта әртүрлі стористер бар, соларды оқыңыз, сол жерде мен пайдалы ақпараттарды жаздым.